жаңашыл. Бұл меніңше жылдың ең қуанышты күні. Өйткені әрбір бала сол күні ғана хатқа тілегін жазып, Аяз атаға жолдай алады. Және тілегі міндетті түрде орындалады. Құрметті Санта. I have a secret Christmas wish. I know you know it well. It's something that I want so much I cannot even tell. If I believe with all my heart, I know it can come true. But if that never happens, still I'll always believe in you. Бұл балаға кейін тағы оралармыз. Бұл хикая жаңа жыл қарсаңында шалғай жатқан солтүстік полюстегі шағын ғана қалашықта басталған. Қандай тамаша? Мынау күміс. Менің атым Бернат. Мен эльфпін. Не? Таң атқан ба? Қабәт деген ай, ұйықтап қалыппын ғой. Енді қайттым. Қайда кетті? Қайда енді? Таптым ау. Шалбарымды кимеппін. Getaway Hills ұсынады. Тоқтаңдар! Ормандағы ферма, солтүстік полюс. Рахмет, жаңа жылдарыңызбен! Кешіріңіздер, қабілетіңіздер, кешіріңіздер, өтіп кетейінші. Я, кешіріңіздер, айбетіңіздер, кешіріңіз. Сәлем, найзағай! Аяз атаны құтқару. Солтүстік полюстен ешқандай белгі жоқ. Қайдасың енді ақсақал? Сендер не қарап тұрсыңдар? Жұмыстарыңды істеңдер тезірек. Мені апаммен байланыстырыңдар. Оның еш қажеті жоқ. Апа, келгені қандай жақсы болды. Бұрынғыдан да қатты құлпырып кетіпсің ғой. Көз қарықтырады, керемет. Құдды таңғы шықпен енді ашылған раушан гүліндейсің. Керемет. Жетер енді, жағымпаздана бермеш балам. Барып келу оңай болған жоқ. Есіне салып қояйын. Сен пошта патшалығының иесісің. Әуе жол арқылы жеткізуді қолға алғаннан бері қиыншылықтан басқа ештеңе көрген жоқпын. Оның рас. Бірақ сен келдің ғой. Енді бәрін тез түзетеміз. Жап аузыңды. Жаңа жыл қарсаңы деген өте қарбалас шақ қой. Ал сен не бітіріп жүрсің? Ертегідегі Аяз атаның соңынан қуып жүрсің. Тұсаукесерге келдім. Аты жөніңіз? Бернард де Эльф. Кешігіп қалдыңыз. Я, кешіріңіз, сағатым бұзылып қалыпты. Шалбар кимей шығып кетіппін. Дәлізбен төмен кеттіңіз, бірақ уақытыңыз өтіп кетті.
Мінекей, мына электронды өнертабысының арқасында тышқан кеміргіштер еш қашан шыршаларыңызға жолай алмайды. Шыршаға жақындай қалса болды. Бәріңе қайырлы таң. Сәл кешігіп қалдым. Кешіріңіздер. Ренжіме, Бернард. Сенің кезегің өтіп кетті. Я, кезегің өтіп кетті. Өтінем, осы үшін 1 жыл бойы еңбектендім. Бұл менің ең мықты идеям. Былтырғы жады өшіргіштен де жақсы идея ма? Аяз атаны ел жиі көреді. Мұнсыз болмайтын сияқты солай да шығар. Ал жадын өшіруге болса ше, 1 жолата. Мына қуыршақты Аяз атаны жаңа ғана көрген кішкентай қыз деп елестетейікші. Сонымен бір ғана разряд. Сен кімсің? Үстіңе неге эльфтің бір түрлі киімін киіп алғансың? Ей, менің де киімім сондай. Менің де, бәріміздің киіміміз сондай. Біз қай жердеміз? Бұл жаңа жылдық қорқынышты түн емес пе? Жаңа жыл дегенде, бірнеше айдан соң қалыпқа келдік. Бірнеше айдан соң. Байғұс Мускатик әліге дейін өз атын ұмытып қала береді. Солай ғой. Көрдің бе? Өтінем, осы үшін 1 жыл бойы тер төктім. Жоқ. Жоқ. Керек жоқ. Саған тура 1 минут беремін. Рахмет. Аяз ата, нені ешқашан қапшығына сала алмауы мүмкін. Ойланып көріңдерші. Жауабы қарапайым. Естеліктер, нақтырақ айтсақ, жаңа жылдық естеліктер. Бәрімізде де әдемі естеліктер бар. Бірақ олар қайда жоғалып кетеді? Жадымыздың түбіне сіңіп жоғалады. Менің өнертабысым жаңа жылдық ең жағымды естелікті тауып, соны көз алдыларыңызға алып келеді. Мұның не керегі бар сонда? Айтшы. Бұл мерекелік көңіл күй сыйлайды. Иә, кім бірінші болады? Кім бірінші? Мен шықпайым. Балшекер, шыққаның үшін рахмет. Грендел атаның шоколад қосқан прандығы. Ең жақсы көретін тәттім. Келесі мен болайынша. Жоқ, мен. Мен болайынша. Мен көрейін. Менің кезегім. Таласпаңдаршы. Жаңа жылда алғаш рет бетімнен сүйген. Әкел жібер. Опаңа екен ғой. Кешіріңіз. Абайлаңыз өтінем. Жоқ, керек жоқ. Өзіме беріңіз. Жоқ, керек жоқ. Не боп кетті өзі? Қап, өкінішті ақ. Тоғы ұшып қалған сияқты. Көрдіңдер ме? Шыршадағы оттар сияқты. Біреу өшсе, қалғандарды өшеді. Бүгінге осыда жетеді, Бернард. Жетер, Бернард. Бірақ әсері күшті ғой, өздерің көрдіңдер. Жаңа жыл құтты болсын. Я, бірақ бірге болсын. Бұдан бұлай түпке тұрғысыз өнертабысыңды әкелуші болма. Santa Incorporated'те тек кемеңгерлер ғана еңбек етеді. Мұнда бұғының қиын тазалаушыларға орын жоқ. Байғұс-ай. Қайдағы байғұс? Жаңа жыл қарсаңында бізді жарықсыз қалдырды ғой. Қорып кеткір, темірай. Ай! Сәлем құйын, биші, тұлпар, асау. Сәлем комета. Сәлем. Найзағай қайда? Абайла. Мыжып өлтіретін болдың ғой.
Кешір қошайын, алаңғасар боғымын. Мына нәрсе сендердің тілдеріңе әлі аударылмайды. Қайтайын. Қолымнан түк келмейді ғой. Қошайын, тұсаукесерің қалай өтті? Тұсаукесер туралы сұрап тұрсаң, еңбегімнің бәрі зая кетті деуге болады. Әдеттегідей тағы бәрін құрттым. Естелік жинаушы машина ғимараттың бәрін жарықсыз қалдырды. Жерге кіре жаздадым. Бірақ қолмен істегенді мойынмен көтеру керек. Әлем танитын өнер тапқыш бола алмасы майдан анық. Аяз ата, кешірім өтінем, қазір сүртіп жіберейін. Ештеңе етпес. Жемге тойған бұғыларды жегіп, әлемді шарласаң, олардың осындай керемет сыйлықтарына үйреніп кетесің. Мәссаған, ал мынау не нәрсе? Бұғы тілінен аударады. Бұғы енді сөйлей алады. Өзің жасадың ба? Табылған ақыл. Бірақ істесе жақсы ғой. Келе жатқан жаңа жылыңмен, найзағай. Бүгінгі шуға дайынсың ба? Бұға әлі түсінген жоқ. Көрдіңіз бе? Кешір достым. Ұмыт барады екен, саған тосын сыйым бар. Дәмді тосын сый ма? Иә, әрине. Үлкен әрі өте дәмді тосын сый. Жақсы болды ғой. Өзімде түстенуім керек еді. Жарайды, онда мен барлығының тілін білем. Сыбырғаны қоя тұр да былай қарай жүр. Саған бірдеңе көрсетейін. Жыл сайын бұл мерекені миллиондаған бала тойлайтынын білесің бе? Осы жұмысқа алғаш кіріскенімде 1-2 мың бала еді. Қалай үлгеретінімді білесің бе? Естуім бойынша, сэр. Өсек айтуға бейім емеспін. Жаман ойлап қалмаңыз. Рас айтам, шаналарға жоламаймын да. Жай тамашалағаны болмаса. Олардың орындығында жылытқыш бар ғой. Бұлардың артықшылығы сонда, бірақ мен ендігәрі... Білем, сен жақсы жігітсің. Қане? Сенің ойынша мұны қалай істеймін? Не ғой? Біреулер сізді телепорт-алады деп ойлайды. Бұл теория. Әрине ғылым емес. Ал уақыт кеңістігіне саяхат деген... Өзің өте ақылды эльф екенсің. Ненің не екенін білесің? Santa Incorporated'тің алғашқы өнертабысы. Уақыт шары. Өте құпия нәрсе. Мұның бәрі осыдан басталып еді. Бұл болмаса сыйлықтарды таратып үлгермес дедім. Шын екен ғой. Керемет, көруге бола ма? Жоқ, қолмен ұстама. Бұл өте қауіпті болуы мүмкін. Ережелері көп өзінің. Уақыт материясы өте нәзік нәрсе. Бірдеңе істеп қойсаң, оны ешқашан өзгерте алмайсың. Біліп қой. Өзіңнен аумайтын біреуді жолықтыру өте қауіпті. Бірдеңе десең, бұл деген бар ғой. Бұл жарайды. Бұл туралы келесі жолы сөйлесетін шығармыз. Санта, мұны маған неге айттыңыз? Өйткені мұны ойлап тапқан эльфті есіме түсірдің. Ол саған ұқсайтын еді. Бірақ сәл үлкендеу ғой деймін. Басқа эльфтер оны керемеш дейтін. Өйткені оның ерекше өзіндік көзқарасы бар еді. Бірақ әрине оның ерекшелігі де сонда еді. Мені де сол сияқты бола алады деп ойлайсыз ба? Білмеймін. Бұл тек өзіңе ғана байланысты. Жарайды, бүгінге осы көргенімізді жетер. Енді бұғыларымды шуға дайындауым керек емес пе? Әрине ата, дереу кірісейін. Жақсы, уайымдама. Жоға. Бұғылардың қиын шығар. Қас қарайғанша бәр дайын болсын, әйтпесе кешігіп қаламыз. Яқып болады. Жаңа жылыңмен. Естідіңмен, Айзағай? Мен даңқты өнер тапқышқа ұқсайды екем. Ол кісі менен бірдеңе шығатын байқаған болса, мүмкін мен де даңқты болармын. Sure, now I'm an ordinary elf, doing ordinary things that ordinary elves refuse to do. Like scooping up the reindeer, you know what I do, but one day I'll fly up on his sleigh, going up, up and away, and all the other elves will say, hey look, there he goes again, what a wonderful guy. How did he get to be the elf he is today? That's when the future me will turn to them and say, even a flea has prospects, even a skunk has flair, even a ring
deer with a sleigh in tow can beat a crow in the air. So when even that crow has prospects, shouldn't an elf like me never give up till you're up where you want to be? So if you keep on trying, someone soon will see you're not really a mouse, you're a lion. You can rely on me. Even a snake has prospects, even a swan can bite. Even a tiny spider spins a web that will hold you good and tight. So if everyone else has prospects, wouldn't you all agree? Whether you've 2 legs or 4 legs, 8 legs or more legs, never give up till you're up. Never give up when you're down. Never give up till you're up where you want to be. Бұл не екен? Не болып қалды? Ғимаратты тексеріңдер. Сен екеу қозғалушы болмаңдар. Қозғалмаңдар. Қолдарыңды қабырғаға қой. Қозғалмаңдар. Еш қайсысын қозғалмаңдар. Тыныш тұр. Қозғалма. Қонақ пен тосын сыйсыз мереке болушы мед. Ненің иісін сезіп тұрсыңдар? Шоколадтың, Прәндіктің. Әрине олардың да иісі әдемі. Бірақ бұл жерден жеңістің иісі аңқып тұрған сияқты. Талай жылдық ізденістерден соң Аяз ата шаналарының құпиясын ашатын болды. Қараңдар, құймақ сарайы. Барып онда не бар екенін көріп келейік. Сыры ашылмаған небір дүниелер бар шығар. Құймақтың дәмін кейін татарсыңдар. Алдымен шаналарды табыңдар. Мұнда сол үшін ұшып келген жоқпыз ба? Ол шалдың әлемді бір түнде қалай шарлап шығатынын білгім келеді. Оның шанасын табыңдар. Тез! Ендеше құймақтардан бастайық. Дұрыс. Сені бар ғой. Биыл сен екеуіңнің тәртібің нашар болды. Шана қайда? Атай. Сені Атай деуге бола ма? Сенің ерекше шеберханаңа барып, біраз әңгімелесейікші. Көп нәрсені ақылдасуымыз керек. Найзағай, бізге шабуыл жасады. Не боп қалды? Олар уақытшарын іздеп жүр. Оны жасырып қою керек. Олар осында. Бауырлар, Аяз атаға қауіп төнді. Әңгімені қоя тұрыңдар. Көмектесесіңдер ме әлде жоқ па? Олар келіп қалды. Ой, сәл ойлануға уақытым болса ғой. Ойлануға уақыт керек. Ойлануға уақыт керек. Шаналарды пайдалансақ қайтеді. Әзірге қоя тұру керек сияқты. Уақыт керек. Уақыт шара. Кейін қайтып келіп, Атайға ескертуіме болады ғой. Найзағай, сен ақылдысың. Сене құймақ жедің бе? Міне олар. Жүгір. Әлгі қайдет. Тараңдар, ана жақты тексеріңдер. Бірдеңе бар ма? Ешкім жоқ. Қайда ол? Бәрекелді. Міне ол. Ұстаңдар оны.
Төңкеріп, біраз сілкіп. Бағыттаңда, бол жен, болш. Сені қалай қосуға болады? Ол шананы іске қосты. Қалайша? Мәссаған, қозғалушы болма! Ұстаңдар оны! Қап, енді ғана тазалап болып едім. Ей! Найзағай, ояншы. Не, жаңа жыл келді ме? Тыңдашы мені. Білем, сандырақтап отыр дейтін шығарсың. Бірақ мен жаңа ғана болашақтан қайтып оралдым. Тезірек оянсаң шенді. Бұл қалшың емес. Аспаннан бейтаныс біреулер түсіп, солтүстік полюсті жаулап, еліктердің бәрін байдап тастады. Прожекторларды жағып, жарқыратып қойды. Ол жерде бір бойжеткен бар екен. Мені сол құтқарды. Маған сенбейсің ғой дейме? Тұр, тоқта! Мен мұны дәлелдей алам. Болашақтан қайтып келгенімді саған көрсете алам. Жүр менімен. Қожайынның есі ауысқан сияқты. Айттым ғой саған. Уақыт кеңістігіне саяхаттап тұрған тұңғыш эльф алдыңда тұр. Сондай-ақ ол қатты қорылдайды. Енді тыңда. Қазір мұнда әлгі жігіттер келеді. Атай мен басқаларға ескертіп қою керек. Бірге барасың ба? Жарайсың. Міне. Қайда барасың? Мұны жемей қой. Жай иіске. Жақсылап иіске бол. Иісі Атайдың иісінде ғой, ә? Ұмытпайсың ғой. Жарайсың. Ал енді оны ізде. Не болып қалды, Найзағай? Құймақ сарайы. Құймақ сарайы ма? Біз таңғы асты емес, Атайды іздеп жүрміз. Атай түстенуге кетті. Ол кісі шынымен құймақты жақсы көреді. Құймақ сарайына қош келдіңіздер. Құймақтан дәм татыңыздар. Ирис қосылған шоколад пен карамель қант ұнтағы, көпіртілген қаймақ пен сақталған мұз кәмпит қосылған қаймақтар. Құймаққа қарайтын шама жоқ, Атайды табуымыз керек. Дәмі үйрет. Керемет. Қиын болды, бойым тымаласа. Ештеңе көре алмайым. Бірдеңенің үстіне шығуым керек. Мынаны ұста, Найзағай. Тыңдаңыздар, 1 минутқа назар аударыңыздаршы. Жақсы, сіздерге айтар соңғы жаңалығым бар. Уақыт тым тығыз, мұнда бейтаныс біреулер келе жатыр. Бір жақтан, кім екендерін білмеймін. Бірақ олар атамызды ұстап алып, шанасын тартып алмақшы. Нақтырақ айтқанда шананың өзін емес, оның ішіндегі құпия нәрсені. Бірінші, мен екінші. Мұнда есі ауысқан біреу бар. Нысана қайда? Нысана қасында. Қалай, ол жақта бәрі тыныш па? Маңайда ешкім жоқ. Тышқан жүгіріп өте алмайды. Құймақ сарайына қош келдіңіздер. Сәлем, Аяз ата. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Аяз ата. Ата. Мен жоғарыдан. Тыңдашы мені. Атай. Атай. Атай, сені біреулер аңдып жүр. Саған қауіп төніп тұр. Атай! Жаңа жылдық сыйлық оралды. Енді қауіп жоқ. Жарайсың, серіктес. Сен? Бұл сен бісің? Мұна ақмақты тергеу керек. Базаға алып кетші.
Қатты қателесіп тұрсыңдар. Атайға ескертуім керек. Біреулер уақытшарын тартып алмақшы. Босатыңдар мені. Атай! Атай! Атай, істелесіңіз келмейтін болды. Біраз тұмауратып қалыпты. Басқа күнге шегелейік пе? Найзағай, мұнда кел. Тыңда, менің сыңарымды тауып алуым керек. Тап қазір Санта-Корпқа тұсаукесерге бара жатырмын. Олардың шабуылын тойтаруға тырысуымыз керек. Мен ұқтың ба? Бұғының енді екі қожайыны бар ма? Төкте түсінген жоқпын. Бірақ қолдан келгеннің бәрін істеш, ұқтың ба? Мені тоқтатып қайтсең де өзіңді тыңдат. Не істесең де. Бұл тұсаукесерден де маңызды нәрсе. Атайға үлкен қауіп төніп тұр. Кешіріңіздер. Бар. Мен қай жердем? Жаңа жылдық қорғаныс министрлігі. Ненің қорғаныс министрлігі? Аяз ата әлемдегінің бәрін қалай біліп отыратынын айтайын ба? Тыз арқылы. Мен агентісіне жоқпын. Ал сен, кішкентай эльф, көмшақтайды түсіндіруге міндеттісің. Я, мұның неге ұқсайтынын білем. Бірақ бәрінің де көкейге қонымды себептері бар. Айт кәне. Білесіңдер ме, мен болашақтан келдім. Бұл өте маңызды жағдай. Мен оған сенем. Мен жақсы полицеймін. Агент Коржик. Мұнаның құжаттары не болды? Бір минут. Көрейік. Бернард де эльф. Бойы 3 фут. Сүйіктасы мармелад. Кәсібі малғора тазалаушы. Аға тазалаушы. Немене? Аға тазалаушы деңіз. Негізі қи тазалаушы. Жап жақсы кәсіби мамамын ғой. Манауың мықты жігіт екен. Болашақтан келдім деп отыр. Тыңдаңыздар, 1 минутқа назар аударыңыздар. Уақытшар деп сандырақтап тұр. Уақытшар деген нәрсе бар болғаның өзінде ол нәрсенің бар жоғын дәлелдей алмаймыз. Не теріске шығара алмаймыз. Ал сен ол туралы қайдан білдің? Бар екен рас болса әрине. Маған мұндай күрделі сұрақты ешкім қоймап еді. Жауап бер. Маған атай көрсеткен. Атамыз саған уақытшарын көрсеткенін растар ма екен? Маған оны әлі көрсеткен жоқ. Оны Санта-Кропты жарықсыз қалдырғанымда көрсетіп еді. Бір өтірігіңнен өткен. Сонда бұл қашан болар екен? Не болып кетті? Не болды? Қалымыз мүшкіл. Жарық жоқ. Көзге көрінбейтін генератор сөніп қалды. Бізге қауіп төніп тұр. Маған дереу жарық керек. Сэр, меніңше жабдық істен шықты. Ақауы бар сияқты. Не, кедергі келтірді ме? Жоқ, сэр, кәдімгі күрделі ақау. Экранға шығарыңдар, апам көрсін. Апа, міне ғой ол, солтүстік полюс. Қане көрейінші. Не деп тұрсың өзің? Ешқандай солтүстік полюс көріп тұрған жоқпын. Не? Мүмкін емес. Қараш, ештеңе, не шеберхана, не шана, не құпиясы жоқ. Тағы да таппадың ба? Түн ортасына дейін ол шалдың шанасын таппасаң, саған түк бермейм. Елсіз аралға жер аударам. Айтқанымды ұқтың ба? Оларды табам, апа. Құпиясында шам. Және бат ең жедел жеткізу қызметін айналады. Әлем бойынша. Әлгі ақауды табыңдар. Әлгі нәрсені радардан көрдік қой жаңа. Мені дереу сол жерге алып барыңдар. Іске қосылды. Жарық бергіштің бәрі қалпына келді. Сырымыз ашылып қалды ма? Бірдеңе деуге ертерек. Айтқаның айдай келді, Бернард. Бернард? Ол қашып барады. Тоқтағане!
анау қашып кетпесін. Қайт деймін. Қалай қарай қашты? Ол қайда? Бұлай қарай. Ал, түстің бе қолға? Ұстаңдар оны. Міне, ол мұнда. Пошта лифтке қош келдіңіздер. Лифт жұмыс істемейді. Лифт пайдалануға дайын. Тағы да түкке тұрғысыз өнер табысыңды әкелуші болма. Santa Incorporated'те тек кемеңгерлер ғана еңбек етеді. Мұнда бұғылардың қиын тазалаушыға орын жоқ. Байқсай. Қайдағы байғыз? Жаңа жыл қарсаңында бізді жарықсыз қалдырған жоқ па? Ол мен бедім. Құрып кеткір темір. Ай! Олар солтүстік полисті мен арқылы тауып алды ма? What kind of an elf runs away to sulk when he's not the best? Who bumbles along, wearing last night's dinner on his vest? Insists that he's smart when all other elves declare he's dim. A kind of an elf like him. Head in the clouds, Bernard, heart on the floor. Best to go back to the place you belong, back where you were before. Time to regroup, Bernard. Time to repair. Time to go back to the poop and the shoveling scoop and that whiff in the air. That's when back to me will turn to them and say, even a flea, what kind of a prospect doesn't realize when the world's gone wrong? Who flounders around like a dying fish to a silly song, and that you're best to rely on an elf like me, which is who that elf aspires to be. What kind of an elf doesn't shy away from a mucky task? What kind of an elf answers yes, no matter what you ask? What kind of an elf has the wherewithal to put this right? An elf who'll fight and never flee. A kind of an elf like me. Эддингтон мырза, мұнда ешкім жоқ. Ол осында деймін. Координаттарға сәйкес біз дұрыс таптық. Ол төменде болуы мүмкін. Бәсе, неге ойыма келмеді екен? Ол жерде ештеңе жоқ қой. Кез келген есі дұрыс адам төменде ештеңе жоқ екенін түсінетін шығар. Тек жартастар мен қар ғана бар. Ал қолдан тұрғызылған жартастың астында Аяз атаның шеберханасы жоқ деп ойлар. Жоқ, әрине. Тек есінен адасқан адам ғана тап қазір төмен қарай ұшатын болсақ, бұт шытымыз шығады деп ойлауы әбден мүмкін.
Жаңа жылым құтты болсын. Қашыңдар! Бұл не болып қалды? Қашыңдар! Не сұмдық? Кешіріңдер. Қонақтармен тосын сыйсыз мереке болушы еді. Ненің иісін сезіп тұрсыңдар? Шоколадтың? Әрине олардың да иісі жағымды. Бірақ мұнда жеңістің иісі аңқып тұрған сияқты. Кешіріңдер. Құймақтың дәмін кейін татарсыңдар. Алдымен шананы табыңдар. Шана қайда боққарын? Бел, сен екеуіңнің тәртібің нашар болды. Сен атай деуге бола ма? Жүріп кеттік. Сенің ерекше шеберханаңа барып, біраз әңгімелесейік. Шана қайда? Екеуміздің ұқсас шақтарымыз өте көп. Екеуміз де жеткізумен айналысамыз. Бірақ кейбір жалқау түк бітірмейтін боққарындар сияқты емес. Екеуміз жылына 365 күн жұмыс істейміз. Айтсам нанбассың. Бірақ жаңа жыл бір кездері ең жақсы көретін мерекем еді. Ән салып, жаңа піскен прәндік жейтінмін. Естен кетпес қайран күндер-ай. Білесің бе, бұрындар саған ұқсағың беретін. Тура сен сияқты болғым келетін. Сондай жақсы бала едің ғой. Соған не болған? Бәрін білем дейсің ғой, Білмейтін сияқтысың. Маған не болсын? Мен өстім. Сенің түкке тұрғысыз ойыншық таратып, өтірік мүләйім ситініңді ұқтым. Аңқау балаларды арзан кәмпиттеріңмен алдайсың. Ал не нәрсеніңде жақсысын өзіңе ғана қалдырасың. Не деп тұрғаныңды түсінбедім. Қой шай. Ал бүкіл әлемді бір түнде қалай шарлап шығасың? Сыйлықтарды бір қапқа қалай сыйғызасың? Қалай ұшып жүресің? Қалай мәңгі өмір сүресің? Доғар, кешіріңіздер, жыл сайын саған хат жазып жауабын сұрайтынмын. Ал сен ойыншық беріп алдайтынсың. Биылғы жаңа жылда өмір бойғы арманыма жетем. Шананың құпиясын анашым ашып берем. Сонда ең жылдам жеткізуші жер бетіндегі ең мықты жеткізу қызметіне айналады. Нә бал, қайда жүрсің, жүгірмек ау? Кешіріңіз, мен аса маңызды шаруаны ақылдасуым керек. Өте маңызды адаммын мен. Нә бал? Жауап бер қане. Басыңда тауықтың миындай миың болса әрине. Жағдайың қалай, анашым? Сүйіншіңді дайында. Аяз атаның қайда тығылып жатқанын таптым. Қай шей? Атай, бұл мен ғой, Бернард. Бернард, жақсы жасырыныпсың. Бізді бұл жерден алып шығаласың ба? Анаң уақыт шарын іздеп жүр. Маған жақсырақ ой келіп тұр. Жағдайды қалай түзетуге болатынын білем, бірақ өткенге барып қайтуым керек. Тағы да. Бернард, абай болшы. Өткен өміріңде істегеннің бәрін қайта жөндей алмайсың. Талпынып көру керек. Егер өзім тұсаукесерге баруға мүмкіндік алмасам, онда... Кіммен сөйлесіп отырсың? Көзім ай, өзіңді сөйтсем қайтар едің. Сен қортықты бар ғой. Ұстаңдар оны, нергел ғане. Ұста! Керемет,
Ал керек болса. Шық бері, эльф. Бәрібір қаша алмайсың. Бірдейған аяқтарыңмен бәрібір қашып құтыла алмайсың. Бұдан айырыла қоймаспын. Мынау ненің дыбысы? Мен қайтып келем, атай. Егер өнер табысымды жойып жіберсем, тұсаукесер болмай қалады. Іске сәт, Бернард. Қозғалмақ сақал. Ұстаңдар оны. Эльфті ұстаңдар. Сау болыңдар. Жинал қылыпты ғой. Тоқта кәне. Бол мұнда, жүріңдер. Жылдам, жылдам. Тез етіңдер. Тамаша. Қане, Бернард, сәл шыдай тұр енді. Дуғыл шапалақ. Үлгірдің. Неге бұлай істедің? Ол шананы іске қосты. Қалайша? Ұстаңдар оны. Тоқтаға не? Қозғалушы болма. Қайтадан бастау керек. Жаңа жыл келгенше шал болармын. Байқасаң шай. Мәссаған. Енді ғана тазалап едім. Шар емес. Өткен өмірдесің ғой. Тым қатты. Кім бар мұнда? Шоколад қосылған 10 тал құймақ беріңізші. Айттым ғой саған, уақыт кеңістігіне саяхат жасаған тұңғыш эльф алдыңда тұр. Ой, қайда барасың? Оны жемей қой, жай иіске. Жақсылап иіскеп ал. Жарайсың. Енді оны ізде. Не? О, жоқ. Таң атқан ба? Қабаттен, ұйықтап қалыппын ғой. Тек кешікпеу керек. Қайда кеттің? Қайда? Шалбарымды кимеппін ғой. Шалбарымды кимеппін.
етті жегенді қою керек. Ол жерге бірінші болып жетуім керек. Қатты ауыртатын болды ғой. Тоқтаңдар! Тоқтаңдар! Поезды тоқтатыңдар! Кешір. Anda gitti. Selam Найзағай. Сәлем, қожайын. Қанша уақыт алып жаттым. Керемет. Тағы да сол. Неге бұлай істедің дейм? Жолымды бөгедің. Не болды? Есің дұрыс па өзіңнің? Қожайын мен тоқтат деді ғой. Мен бе? Сонда мен кінәлі екем ғой. Сөйлей бермеш. Бер қара. Мені тоқтатып қайтсең де өзіңді тыңдат. Не істесең де. Шынымен де өзім кінәлімін. Бірақ сен менің сыңарымды ұстап алдың. Өткенге өтіп, бәрін өзгерту мүмкін болмаса, уақыт машинасына не пайда? Жарық келді. Тамаша. Қиындықтар бірінен соң бірі шығып жатыр. Бұғы қожайынға көмектеседі. Мені жайыма қалдырш, білдің бе? Менен аулақ жүр. Бәлеге қалғың келмесе маған жақындама. Сені сорлатпай тұрғанда мал қораға қайт. Ешқашан жолым болмайтынын көріп тұрсың ғой. Қайт. Қайт, Найзағай. Қайт дейім. Қайт. Кет. Санта-Кортта тек кемеңгерлер ғана еңбек етеді. Мұнда бұғылардың қиын тазалаушыға орын жоқ. Мұндай қорлықты кім көрген? Есіңді жи, Бернард. Бізден қашып құтылам деп ойладың ба? Жарайды, Бернард. Егер шынымен де түк жазығың жоқ болса, мынаны қалай түсіндірмексің? Мынаны Санта-Корт ғимаратының тұсынан тауып алдық. Сондықтан қорғаныс алаңын сөндіру үшін апатты әдейі ұйымдастырды деп есептейміз. Уақытты босқа өткізіп отырсыңдар. Невил Бэддингтон сол адамды іздеу керек. Сол адамды. Невил Бэддингтон. Ол кім? Бойы 1 метр 85 сантиметр. Салмағы... Бла-бла-бла. О, тұра. Ең жылдам жеткізуші патшалығының мұрагері. Миллиардер саяхатшы. Ең жылдам пошта жеткізуші патшалығының жалғыз мұрагері Невил Бэддингтон Аяз атаны табалам деп мәлімдеді. Иә, қағыс естіген жоқсыздар. Ол осы пошта таратушы атай мінген жүйрік шананың құпиясын ашуды көздеп отыр. Оны талай жыл бойы аңдып келдім. Қолымда дәлелдерім бар. Міне, және міне. Осы адам атайдың жер шарын бір түнде қалай айналып шығатынын білгісі келеді. Сэр, халымыз мүшкіл болып тұр. Не болып қалды? Мынаның ақауы бар сияқты. Бәсем, неғып ойыма келмеді екен? Ол жерде ештеңе жоқ қой. Кез келген есі дұрыс адам төмен жақта ештеңе жоқ екенін түсінер. Тек жартастар мен қар ғана. Ал қолдан тұрғызылған жартастың астында
атайдың шеберханасы жоқ деп ойлар. Жоқ әрине. Тек есінен адасқан адам ғана тап қазір төмен қарай ұшатын болса, быт-шытым шығады деп ойлауы мүмкін. Сэр, біреу алаңнан өтіп кеткен сияқты. Көрсет шығаны. Шабуыл ғой. Тез қашыңдар бәрін. Мұндай жағдайға арналған ережелер жоқ па? Солтүстік полиске шабуыл жасама. Бұл кімнің ойына келгендейсің? Тыныштық сақтаңыздар. Тыныштық сақтаңыздар. Бернард, Тыныштаңыздар. Невил Бэддингтонды тоқтатудың амалын табуың керек. Түк шықпай. Істемеген амалым жоқ. 3 мәрте. Саған сонша не болған? Бұдан бұрын Аяз атаны құтқарамын деп жаның шығып еді ғой. Саған енді бәрібір ме? Шамам келмеді. Қолдан келер қайран жоқ. Олар бәрібір шабуылдайды. Кешір. Атайдың өзі айтқандай, бірдеңе істелінген болса, оны өзгерту мүмкін емес. Мен батыр емеспін. Жай ғана қи тазалаушым. We've got another shot at saving Christmas Eve and you. These other elves, they don't know where to turn. Take a good long look at me, cause somehow I believe in you. That kind of elf belief you have to earn. So stop and think, cause you know what's in store. And an elf with that much vision is an elf worth fighting for. But before I do the big hard sell for you, I need to know what kind of elf are you? Sink or swim, do or die, make a stand or stand by. When everyone around you wants to run and hide, it's time to decide what kind of elf you wanna be. You've got brains, I know you have. You've brains enough for 2 in there. So come up with a plan to save the day. Think back over everything, there has to be a clue in there. You find it and we're with you all the way. So stop and think of the children big and small, cause a Christmas without Santa doesn't sound much fun at all. Sink or swim, do or die, worth a shot, worth a try. When everyone around you wants to run and hide, it's time to decide what kind of elf. Look, if you say that you trust me, then okay, I'll trust you too. As long as children believe in Santa, then I won't give up on you. Бадының шынайы басшысы анаңыз екені рас па? Тамаша сұрақ, ойланып көрейін. Жағалт көзіңді сумақай неме. Бәз біреулердің көңілге түсіп кеткен сияқты. Ал керек болса, таптым. Көңіл күйі жақсы болған, бірақ ол миының түпкіріне сіңіп кеткен. Не істеу керектігін білем. Тынышталыңдар, абыржымаңдар. Маған бір ой келді. Бәрін бүлдірген естеліктер машинасы. Енді осының өзі көмектеседі. Бірақ мұны жөндеп алуым керек. Қашыңдар, тесетіңдер. Менімен кім барады? Тоқта! I can get this right. I swear to you, I'll have the big man flying high tonight. Sink or swim, do or die, rally round or say goodbye. Each one of you's a hero if you only knew. So who's on my crew? I need you and you and you and you. And sink or swim, do or die. What a team! You and you and you and I. When everyone around you wants to run and hide, it's time to decide what kind of elf you wanna be. Are you an elf like that? Or an elf like me? Kaşınlar! Tezletler! Не болып қалды? Tezlet, шанаға бірінші болып жетуіміз керек. Көкжиекте ешкім жоқ. Алға!
Есікке. Жүгір. Болыңдар достар, қимылдаңдар. Ана жерді тексеріңдер. Осы адам Ешкім қимылдамасын. ашылып келеді. Сүйсен не қарап тұрсың? Тездетіңдер, былай қарай, жылдар. Қонақтар мен тосынсыйсыз мереке болушы еді. Ненің иісін сезіп тұрсыңдар? Бұдан ештеңе шықпайтын сияқты. Олар тым көп. Шынымды айтсам, мен де көппін. Оның рас. Бір ғана амалы бар, төбеден секіру. Рас па? Бір амалы бар ма? Тапқан екенсің, төбеден секірмеймін. Жоқ, мен тым қорқақпын. Кешір, қорқам. Ей! Кешір. Әлгі шалдың әлемді бір түнде қалай шарлап шығатынын білгім келеді. Оның шанасын тамыңдар. Құймақ сарайынан бастайық. Дұрыс. Сен бар ғой. Шана қайда? Биыл сен екеуіңнің тәртібің нашар болды. Атай! Не деген биік десеңші? Қане, былай тұршы. Тұра тұрыңдар. Салмағың қанша? 23. 19 жарым. Сол шамада. Әйтеуір көтеретін шығар. Иә. Жарай. Кет. Жоқ. Жоқ, қазір емес. Ұстаңдар. Жіберме. Күн. Сені ұстап тұрмын. Жолың болсын. Рахмет. Салмағым 19 жарым деп өтірік айтыпты. Мұнан енді қалай тоқтатам? Жоқ! Алға! Басқаша болу мүмкін емес сияқты. Жүріңдер. Мұнда! Әңгімені қоя тұрыңдар. Көмектесесіңдер ме жоқ па? Олар келіп қалды. Сәл ойлануға уақытым болса ғой. Ойлануға уақыт керек. Олар келіп қалды. Шананы пайдалансақ қайтеді.
Уақыт шары. Кейін қайтып келіп, Сантаға ескертуме болады. Найзағай, сен ақылдысың. Сен не құймақ жедің бе? Ішке кіріңдер, тез, бол. Тараңдар, ана жақты тексеріңдер. Бол, жылдам. Тездет. Ұстаңдар! Неге бұлай істедің енді? Ол шананы іске қосты. Ұстаңдар оны. Тоқта ғане. Қозғалма. Не болып қалды? Бір сәтке көзім тайып ет, бәрің жата қалыпсыңдар ғой. Әй, ұстаңдар ана Элифті. Сен. Мен бе? Иә, сен. Арам, битті, жануар. Шананы сыртқа шығарғане. Салтанатты жеңісімді бәрі көретін болсын. Бәрін көрдіңдер ме? Аталарыңның шанасымен бар құпиясы менің аяғымның астында. Невилл Бэддингтон. Ең ірі және жалғыз жеткізу мега корпорациясы акцияларының иесі әрі президенті. Әлемге аяз ата жылдамдығымен тарап жатқан сәлемдемелердің дыбысын әлден ақ естіп тұрған сияқтымын. Жылына 365 күн. Және апам, егер оның көзінен жас шығатын болса, албырап тұратын. Екі бетінен қуаныштың көз жасын байқайтын едім. Мені құшақтап, бауырына басар еді. Жарайсың, Невилл дейтін еді. Осы сәттен бастап барлық сыйлықтарды өзіміз тарата бастаймыз. Қымбатты Невилл, жаңа жылда өткен өміріме қайта оралып, саған солтүстік полюстың құпияларын ашқым келеді. Құрметпен Аяз ата. Қымбатты атай, тым кеш қалдыңыз. Әлі кеш бола қойған жоқ сияқты. Бұл кімей? Мен қойсар. Сен кімсің деймін? Мен Санта Корптың бас өнер тапқышымын. Босатыңдар қане? Бас өнер тапқышпын дейсің бе? Ендеше мына шананың құпиясын білесің ғой. Әрине білем. Оны көрсетуге уәде берсем. Аяз атаны босатасыз ба? Солай болуы да мүмкін. Бола ма? Көтеріп жіберіңіздерші, бойым жетпей жатыр. Жандарыңызға тыныштық бермеген сұрақ
Ол қалай үлгереді деген сұрақ сізді де өмір бойы мазалаған жоқ па? Бір адам әлемді бір түнде қалай айналып шығады? Сәлемдемелерді жыл бойы таратқан соң білгіңіз келеді ғой. Солай ма? Жауабы уақыт кеңістігіне саяхат. Уақыт кеңістігіне қараңдар. Рас па? Бұл мен ойлағаннан да қызық екен. Апам қуанатын болды ғой. Бірақ оның ережелері бар. Мен ереже сақтайтын адамға ұқсаймын ба? Ендеше оларды қаперге алмайық, бірден іске кірсек. Маған кім көмектесер? Мен жұмыстан шықтым. Мен. Сен. Иә, өтінемін. Жарайды. Ендеше қолыңды мұнда қойды. Ғажап нәрсе болатынына сенейік. О, бір түрлі болады екенсің. Тұра тұр. Бұл менің бұрынғы үйім ғой. Мынау менмін. Кішкентаймын. I have a secret Christmas wish. I know you know it well. It's something that I want so much I cannot even tell. If I believe with all my heart, I know it can come true. But if that never happens, still I'll always believe in you. Someone was listening, someone was there, while you were whispering your dreams to the air. Someone was watching you, and someone can say your hopes and your dreams aren't forgotten. They might just all come true today. Someone is listening, someone is there, while you are Something that I want so much to the air. Someone is watching you, and someone can say your hopes and your dreams are forgotten. They might just all come true today. Because you believe, I'm happy to say your hopes and your dreams aren't forgotten. And when one day that happens, they might just all come true today. Невил, Апа, берген уақытқа үлгермедің. апа, мұнда қайдан келдің? Радардан ақауды байқай алатын жалғыз сен емес. Оның рас енді. Жаңа жылыңмен. Мені бүйтіп сөзбен алдарқатпа. Нағыз жаңа жыл деген хауыз қасында рахаттанып отырып жақын адамдарыңмен көңіл көтеру. Ал мен қазір суықтан қалтырап тұрмын. Өйткені менің жар емес балам бар уақыты мен ақшасын босқа шашып, қайдағы бір ал керек болса, шынымен ақ. Я, мынау солар анашым. Аяз атаның шанасы тура. Аяғыңның астында тұр. Иә, осы сандырақты жуынатын бөлмеде 1000 мәрте қайталағаныңды талай естігенмін. Дегенмен сені құттықтап қояйын. Аса құнды дүниені тауып әкеліпсің. Демек, мені мақтан тұтасың ғой. Естігің келгені сол болса, сенімімді ақтадың. Ақырында кеште болса, менің жолымды қуып, ақшаны адамдардан жоғары қойыпсың. Ұшақтардың бәрін көлеміне қарай жабдықтаймыз, тізгіндері мен басқаларын. Аяз ата мен оның ергежейлері біздің шанамыз көкке самғағанда өткен ғасыр болып қалады. Келесі жаңа жылда пайданың астында қаламыз. Ал мына жерді аткеншектер саябағына немесе тондар қоймасына айналдыруға болады. Хо-хо-хо деудің орнына енді уху деп жылайтын боласыңдар.
Мына шанаға бәрін тиеп, түк қалдырмай қоймаға апарып таста. Мына қан әлемнен неғырлым тезірек кетсек, соғырлым жақсы болар еді. Жоқ. Не? Мен айтқаныңды орындамаймын дедім. Аяз атаның шанасы осында қалады. Ол осында тұруы керек. Барып тұрған опасыз кішкентай жек сырын. Тілімді алмайтын боп барасың ғой. Енді сені оңдырмаймын. Білдің бе? Жадыны өшіру. Әй, жарайсың. Осыдан бар ғой. Саған мұрадан бір тиын ұстатсам оңбай кетейін. Гренландияға иттің үйшіктерін жеткізумен айналысасың. Осыдан көрде тұр. Апа, кешір. Бар айтқым келгені бізге енді шананың қажеті жоқ. Оның құпиясы мына жерден. Right here. Бер әкел. Бұл қызық екен. Не деген керемет. Бұл не өзі? Не? Іске қоссаң өзің көресің. Мен қай жердемін? Сені Зейнет демалысына шығарып салып тұрмыз. Құттықтаймын. Компаниямызға ұзақ жыл бойы адал еңбегің сіңді. Әрине, менің мерекем ғой, есімнен шығып кетіпті. Біреуің апамды қайтадан базаға апарып тастаңдаршы. Ал сендер кімсіңдер, балақайлар? Көмекшілерімді бір жерде ұмытып кеткен сияқтымын. Атай, саған істеген жамандығымның бәрін кешіре көрш. Ал саған кішкентай эльф, арманыма деген сенімімді қайтарғаның үшін көп рахмет. Мерекеңмен, Невил. Жаңа жылдарыңмен. Бәрін босатыңдар. Үйге мерекені тойлауға барамыз. Жаңа жылдарыңмен. Жаңа жыл құтты болсын. Мерекелеріңмен. Сонымен, сен аға қи тазалаушысың, өнер тапқышсың, уақыт кеңістігінің саяхатшысың, тіпті нағыз батырсың. Жолың болсын. Аман бол. Скесет, Атай! Жолға шығуға бәрі дайын, ата. Бәрі емес. Міне, енді толықтай дайынбыз. Енді тездетуіміз керек. Біз бе? Санта Корттың өнер тапқышы болғың келсе, олардың қалай жұмыс істейтінін көруің керек. Солай емес пе? Мен бе? Санта Корттың өнер тапқышымын ба? Қалай алғыс айтарымды да білмеймін. Оқасы жоқ. Сен таңқты боласың, Бернард. Бұл тек алғашқы қадамың еді. Хо-хо-хо. Жаңа жылыңмен. Оу, бірге болсын, Бернард. Ал мені құшақтамайсыңдар ма? Бәріміз де ұшуға дайынбыз. Хо-хо-хо! Тоқтаңдар! Мұнда уақыт машинасы бар, бірақ қауіпсіздік белгілері жоқ па? Бәріңе де жаңа жыл құтты болсын. Қайырлы түн! Қазіргі сәт күн сайын, секунд сайын келмеске кете береді. Бірақ ғажайыптарға шын жүректен сенетін болсақ, уақытта өзіміз ақ кері шекараламыз.
соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл. Don't think twice, don't hold back. Everything you need is there inside. I see the world in you. All you gotta do is try. You're something special, I know. You're some kind of miracle. We should celebrate, 'cause this is your day. Get up, let's get together now. Stand up, I know you can show 'em how. Wake up, it's a chance, do it now. 'Cause you're some kind of miracle. Get up, let's get together now. Stand up, I know you can show 'em how. Wake up, it's a chance, do it now. 'Cause you're some kind of miracle. Don't ever give up on yourself. The brightest light that I see. More than just a dreamer, a fearless believer. If you shoot for the moon, you could be a star. It'll come together, no matter the weather. When the going gets tough, you're more than enough. Go and take the reins, this is your day. Get up, let's get together now. Stand up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance, do it now. 'Cause you're some kind of miracle. Get up, let's get together now. Stand up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance, do it now. 'Cause you're some kind of miracle. Get up, let's get together now. Stand up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance, do it now. 'Cause you're some kind of miracle. Get up, let's get together now. Stand up, I know you can show 'em how. Wake up, it's your chance, do it now. 'Cause you're some kind of miracle. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle jangle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Now all the world's asleep in the quiet night. The fields are icy cold, not a cloud inside. When another set of bells goes jingling close by, it's Santa flying on his sleigh across the starry sky. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells,